Әке, Аружан апай бүгін ертерек кетпесінші. 5 жасар Алимір күтуші қыздың қолынан айырылғысы келмей, оны құшақтап алды. Қыз күлімсіреп баланың шашынан сипады. Ертең тағы келем ғой құлыным. Осы сәтті баспалдақтың үстінен бақылап тұрған Арманның жүрегі біртүрлі елжіреп кетті. Бұл қыз олардың үйіне келгеніне 2 ай ғана болған. Бірақ осы 2 айдың ішінде бұрын күлмейтін ұлы қайта күле бастады. Түнде жылап оянатын бала енді ертегі тыңдап ұйықтайтын болды. Ал өзі 2 жыл бұрынғы ауыр ажырасудан кейін ешкімге сенбейтін мұз болып қатқан жүрегінің баяу жібіп келе жатқанын алғаш рет сезінді. Бірақ оның бір ғана қорқынышы бар еді. Күтуші қыз өзін емес, тек жұмысты ғана ойлайтын шығар. Ал Арманның сезімі күннен күнге тереңдеп бара жатты. Арман небәрі 34 жастағы табысты кәсіпкер еді. Қалада бірнеше мейрамханасы, құрылыс компаниясы, үлкен үйі бар. Ақша жағынан ештеңеден таршылық көрмейтін, бірақ үйінің іші бос сияқты сезілетін. 2 жыл бұрын әйелі басқа адаммен кетіп қалған. Содан бері 5 жасар ұлы Алинұрды өзі тәрбиелеп келеді. Кәсібі көп уақытын алатындықтан күтуші жалдауға мәжбүр болды. Бірақ бұрын келген күтушілердің ешқайсысы ұзақ тұрақтамады. Бірі баламен тіл табыса алмады, бірі тек жалақы үшін жұмыс істеді. Ал Алинұр ешкімді жақтырмайтын. Бір күні агенттік жаңа қызды жіберді. Аты жөні Аружан, жасы 24-те, педагогикалық университетті бітірген. Арман есік ашқанда қарапайым киінген жылы жүзді қазақ қызы қарсы алдында тұр екен. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Қыз өзін өте қарапайым ұстады. Ешқандай артық сөз жоқ. Арман ішінен бұл да көкке бармас деп ойлады. Дәл сол сәтте баспалдақтан Алинұр түсіп келді. Әдеттегідей бөтен адамды көріп үндемей қалды. Аружан төмен отырып: "Сен Алинұрсың ба? Мен сенім жақсы көретін машиналарында бірге жинай аламын." Бала алғаш рет жымиып қойды. "Шынымен бе?" "Әрине, егер жеңілсем, балмұздақ менен." Арман таңырқап қалды. 2 ай бойы күле қоймаған ұлы небәрі 2 минутта күліп тұр еді. Аружан жұмысқа кіріскеніне 1 ай өтті. Үйдің іші бұрынғыдан өзгерді. 5 жасар Алинұр таңертең жыламай оянатын болды. Тамағын тәбетімен ішеді. Кешке ертегі тыңдамай ұйықтамайтын бала енді Аружанның даусын естісе болды, көзі ілінетін. Үй қызметкерлері де "Үйдің берекесі кіргендей болды" деп айтып жүрді. Бірақ бір адам ғана өзгермеген. Ол Арман. Таңғы ас үстінде Аружан дастарханды жинап жүр. Арман ноутбугынан баса алмай кофе ішіп отыр. "Арман мырза, бүгін Алинұрды саябаққа апарсам бола ма?" "Қауіпсіз болса апарыңыз." "Жарайды." Бар болғаны осы, басқа әңгіме жоқ. Кешке жұмыстан келгенде де солай. "Күніміз қалай өтті?" "Жақсы." "Кешкі ас дайын." "Рахмет." Арман ешқашан ұзақ сөйлеспейтін, сыпайы, бірақ өте суық. Аружан мұны байқап жүрді. Бірақ ешқашан ренжіген жоқ. Әр адамның өз өткені бар деп ойлайтын. Бір күні Алинұр сурет салып отырды. Қағазға 3 адамды бейнелеген. Өзін, әкесін және Аружанды. Арман суретті көріп қалды. "Бұл кім?" "Бұл Аружан апай." "Неге бізбен бірге салдың?" Алинұр аңғал күлді. "Өйткені біз үшеуміз күнде біргеміз ғой." Арманның жүзі бірден суып кетті. "Жоқ балам, Аружан апай жұмысына келген адам, соны ұмытпа." Алинұр үндемей қалды. Ал есік алдында тұрған Аружан осы әңгіменің бәрін естіп тұр еді, бірақ білдірмеді. Жай ғана басқа бөлмеге кіріп кетті. Сол кеште үй қызметкері Гүлжан апай: "Қызым, көңілім түсіп кеткен сияқты ғой." "Жоқ апай." "Арман мырзаның сөзіне ренжідің бе?" Аружан жымиып қойды. "Жоқ, ол дұрыс айтты. Мен бұл үйге жұмыс істеуге келдім, басқа ойым жоқ." Арман 2-ші қабаттан осы әңгімені байқамай естіп қалды. Ол үндемеді. Бірақ ішінде бір түрлі күй пайда болды. Неге өзінді кінәлі сезіндім? Өзі де түсінбеді. Келесі күні кешке Алинұрдың қызуы көтерілді. Арман шұғыл жиналыста еді. Телефон соққан Аружан болатын. "Арман мырза, қорықпаңыз. Дәрігер шақырдым. Қызуы көтеріліп тұр, бірақ жағдайын бақылап отырмыз." Арман жиналысты аяқтамай бірден үйіне қайтты. Үйге кірсе, Аружан баланың маңдайына салқын шүберек қойып отыр екен. Өзі таңнан бері ештеңе ішпегені көрініп тұр. Арман жақындап: "Дәрігер не деді?" "Уайымдамаңыз, жай тұмау екен. Түнде бақылау керек" деді. "Сіз үйіңізге қайтсаңыз болады." Аружан басын шайқады. "Жоқ, Алинұр ұйықтап кеткенше кетпеймін." Арман үнсіз қалды. Осы қыздың ешқандай міндеті жоқ еді. Жұмыс уақыты әлде қашан аяқталған, бірақ ол кетпеген,
себебі жалақ үшін емес, балаға жаны ашқандықтан. Сол сәтте Арманның мұздақ қалған жүрегінде кішкентай ғана жарық пайда болды. Бірақ ол сол сезімді бірден өзінен алыстатты. Жоқ, мен енді ешкімді сенбеймін. Ол дәл осылай өз-өзіне қайта-қайта айтып, жүрегіне жақындай бастаған сезімнің есігін қайта жапты. Алинұрдың қызуы 3 күннен кейін ғана толық түсті. Сол 3 күнде Аружан баланың қасынан бір елі алыстамады. Түнде ұйықтамай жанында отырды. Уақытында дәрісін берді, ертегі оқып берді. Арман бәрін үнсіз бақылап жүрді. Бір күні таңертең Алинұр көңілді оянды. Әке, қарашы, қызуым жоқ. Арман күлімсіреп баласының маңдайынан сүйді. Жарайсың, батыр. Сосын Аружанға бұрылды. Рахмет. Бұл Арманның осы уақытқа дейін алғаш рет шын көңілмен айтқан алғысы еді. Аружан жай ғана жымиды. Мен ештеңе істеген жоқпын. Бірақ сол күннің кешінде Арман қайтадан бұрынғы қалпына түсті. Кабинетінде жалғыз отырып, ескі суреттерді қарап отырды. Суреттерде бұрынғы әйелмен бірге тұрған кездері. Бақытты отбасы. Артынша телефонына бір ескі хабарлама көзге түсті. Мен сені ешқашан сүйген емеспін. Сенің байлығың үшін ғана тұрмысқа шықтым. Осы сөзді оқыған сайын жүрегі қайта қатып қалатын. Арман телефонды өшіріп тастады. Жоқ, енді ешқашан сенбеймін. Сол күні кешкі ас үстінде Алинұр қуанып отырды. Әке, ертең біз хайуанаттар бағына барамыз ба? Арман жұмыс кестесін қарап шықты. Ертең қолым бос емес. Бала көңілсізденіп қалды. Онда басқа күні. Осы кезде Аружан, уайымдама Алинұр, келесі демалыста міндетті түрде барамыз, деді. Арман бірден сөзін бөлді. Уәде бермеңіз. Аружан таңырқап қалды. Неге? Себебі орындалмайтын уәде баланың көңілін қалдырады. Бірақ бұл мәселеге араласпаңыз. Дауысы қатқыл шықты. Үстел үстін үнсіздік басты. Аружан үндемеді. Кешіріңіз, мен тек... Жақсы. Осы әңгімені осымен аяқтайық. Арман орнынан тұрып, кабинетіне кіріп кетті. Алинұрдың көңілі түсіп кетті. Аружан апай, әкем сізге ренжіп қалды ма? Аружан күлімсіреуге тырысты. Жоқ, құлыным, әкеңнің жұмысы көп, сондықтан шаршаған шығар. Ол әкеңді жаман сөзбен айтпады. Керісінше, баланың алдында әкесін ақтап сөйледі. Екінші қабатта тұрған Арман осы әңгімені тағы да байқамай естіп қалды. Неге ол мені жамандамайды? Кез келген адам ренжитін еді. Ал бұл қыз, керісінше, оның беделін баланың алдында сақтап қалды. Сол түні Арман ұзақ ойланды. Аружанды жұмыстан шарқысы да келді. Өйткені оның үйде жүрген сайын жүрегі тыныш болмайтын. Бірақ Алинұрдың күлкісі есіне түсті. Ұлы бұрынғыдай емес. Бақытты, тыныш. Сол шынданы Аружанды қалдыруға шешім қабылдады. Бірақ өзіне тағы да бір сөз берді. Ол тек баланың күтушісі. Одан артық ештеңе емес. Ал тағдыр болса... Бұл уәденің көп ұзамай бұзылатынын Арманның өзінен бұрын білетін еді. Арада тағы 2 апта өтті. Арман бұрынғыдай салқын мінезінен айнымады. Аружанмен тек жұмыс жайында сөйлесетін. Алинұрдың сабағы қалай? Жақсы. Тамағын ішті ме? Иә. Ертең логопедке апарыңыз. Жарайды. Бар болған осы. Бірақ үйдің ішінде бір адам Арманның бұл суықтығын түсінбейтін. Ол Алинұр. Бір күні кешке бала ойыншықтарын жинап отырып. Әке? Иә. Неге сен Аружан апайға күлмейсің? Арман кітаптан көзін көтерді. Не дедің? Маған күлесің, Гүлжан апайға да күлесің. Бірақ Аружан апай келгенде үнемі қабағын түйіліп кетеді. Арман жауап бере алмады. Сен әлі кішкентайсың, түсінбейсің. Мен түсінемін, адамдар ренжісе ғана қабағын түйеді. Арман үндемей қалды. Келесі күні Аружанның жұмысы ерте аяқталды. Есіктің алдына шыққанда, Алинұр жүгіріп келіп, мойнынан құшақтады. Апай, бүгін кетпей-ақ қойшы. Ертең тағы келемін ғой. Жоқ, кешке дейін қалшы. Біз бірге сурет саламыз. Аружан баланың бетінен сүйді. Болмайды, құлыным. Менің де үйімде күтіп отырған анам бар. Бала ернін шығарып қалды. Онда ертең ертерек кел. Міндетті түрде. Осы сәтте аулаға Арманның көлігі кірді. Ол көліктен түсіп, баласының Аружаннан айырылғысы келмей тұрғанын көрді. Жүрегінде тағы бір белгісіз сезім пайда болды. Бірақ өзін дереу тоқтатты. Алинұр, апайды жібер.
Оның жұмысы бітті. Алинұр амалсыз қолын жіберді. Аружан: «Сау болыңыз», деді де шығып кетті. Арман ештеңе демеді, кек басын изеді. Сол түні Алинұр күтпеден сұрақ қойды. «Әке?» «Иә?» «Аружан апайдың балалары бар ма?» «Білмеймін». «Күйеуі ше?» «Ол туралы да сұрамадың?» «Неге?» «Оның жеке өмірі өзіне қатысты». Алинұр біраз ойланып қалды. «Мен өскенде дәл Аружан апай сияқты мейірімді адамға үйленемін». Арман еріксіз күліп жіберді. Бұл соңғы бірнеше айдағы шынайы күлкі еді. Ертеңіне сенбі болатын. Арман үйде жұмыс істеп отырған. Алинұр жүгіріп келді. «Әке, жүрші, бізбен бірге баққа шығайық». «Менің жұмысым бар». «1 сағат қана». Аружанды: «Егер қолымыз бос болмаса, біз өзіміз бар келеміз», деді. Арман үнсіз қалды. Ұлының үміттен тыған көзіне қарады. 1 сәт ойланып: «Жарайды, 1 сағатқа ғана», деді. Алинұр қуаныштан секіріп кетті. «Ура, әке де барады!» Бұл үшеуінің алғаш рет бірге сыртқа шығу еді. Бірақ Арман мұны жай ғана баласы үшін жасағанына өзін сендіріп жүрді. Ал жүрегінің түбінде әлдебір сезім ақырым ғана оянып келе жатқанын өзі әлі мойындағысы келмейтін. Сенбі күні үшеуі қала сыртындағы үлкен саябаққа келді. Алинұрдың қуанышында шек жоқ. Бір әткеншектен екіншісіне жүгіріп мәз болып жүр. «Әке, қарашы! Аружан апай, мені ұстап алыңдар!» Екеуі де күліп баланың артынан жүгірді. Бір сәтке сырт көзге олар нағыз отбасы сияқты көрінді. Арман осыны байқап, бірден қабағын түйді. Өзін жайсыз сезінді. Жоқ, бұлай болмайды. Ол әдейі телефонды қолына алып, жұмыспен сөйлесе бастады. Аружан оның неге аяқ астынан өзгеріп кеткенін түсінбеді. Бір кезде Алинұр балмұздақ сұрады. «Әке, маған шоколадты аласың ба?» «Әрине». Арман кассаға кетті. Алинұр Аружанмен орындықта күтіп қалды. Қастарынан өтіп бара жатқан бір әйел күлімсіреп: «Қандай әдемі отбасы! Ұлдарыңыз өзіңізге қатты ұқсайды екен», деді. Аружан қысылып қалды. «Жоқ, біз...» Сол сәтте Арман келіп қалды. Әйел ештеңе байқамай: «Бақытты болыңыздар», деп кетіп қалды. Арманның жүзі қайтадан суып кетті. Көлікке отырғанша үндемеді. Жол бойда ешкіммен сөйлеспеді. Алинұр ғана ән айтып отыр. Үйге келген соң Арман кабинетіне кіріп кетті. Есікті жауып, терезенің алдына ұзақ тұрды. Тағы да солай. Бір кездері бәрі де осылай басталған. Алғашында күлімсіреу, сосын сенім, ақырында сатқындық. Ол көзін жұмды. Жоқ, мен бұл жолы қателеспеймін. Келесі күні таңертең Арман адвокаты Ерланды кездесуге шақырды. Екеуі көптен бері дос болатын. «Саған не болды?» «Ештеңе». «Өтірік айтпа. Соңғы кезде ойым басқа жақта». Арман үндемеді. Біраздан кейін ғана: «Баланың күтушісі өте жақсы қыз екен». Ерлан күліп жіберді. «Сонда мәселе сонда ма?» «Жоқ, мәселе жоқ. Ол тек жұмысын жақсы істейді. Болды». «Ал сен неге өзіңді ақтап отырсың?» Арман үндемей қалды. Ерлан кофесінен бір ұрттап: «Арман, барлық әйел бұрынғы жарын сияқты емес. Мен оны тек жұмыс үшін бағалаймын». «Онда неге күнде соны ойлайсың?» «Ойламаймын». «Өзіңе өтірік айтпа». Арман орнынан тұрып кетті. Бұл әңгімені жабайық. Сол күні кешке Аружан үйге қайтып бара жатқан. Автобус аялдамасында жаңбыр басталып кетті. Қолшатырын үйде ұмытып кеткен екен. Жаңбыр астында үнсіз тұрды. Дәл сол кезде қара түсті көлік қасына келіп тоқтады. Терезе баяу ашылды. Рөлде Арман отыр. «Отырмыз?» «Жоқ, рахмет. Автобус келіп қалар». «Жаңбыр күшейіп барады. Ауырып қаласыз». Аружан тағы да бас тартты. «Уайымдамаңыз. Мен үйренгенмін». Арман алғаш рет дауысын жұмсартып: «Бұл бұйрық емес. Адамгершілік. Отырыңыз». Аружан қысылып барып көлікке отырды. Жол бойы екеуі үнсіз отырды. Ешкім ештеңе айтпады. Бірақ сол үнсіздік бұрынғыдай суық емес еді. Арман жүрегіне қайтадан қамал тұрғызғысы келіп жүргенімен, тағдыр сол қамалдың кірпіштерін біртіндеп бұзып жатқанын өзі де байқамай қалған еді. Жаңбырлы кештен кейін де ештеңе өзгермегендей көрінді. Арман бұрынғысынша салқын, Аружан бұрынғысынша сыпайы.
Екеуі де сол кеш туралы ешқашан сөз қозғаған жоқ. Бір күні түсте Арман кеңседен ертерек қайтты. Үйге кірсе, Алинұр қонақ бөлмеде сурет салып отыр екен. Ал Аржан ас үйде түскі ас дайындап жүр. Үйдің іші ерекше тыныш. Тіпті бұрын сезілмейтін жылдық пайда болғандай. Арман үнсіз ғана екінші қабатқа көтеріліп кетті. Бір сағаттан кейін төмен түсіп келе жатып, ас үйден дауыстар естілді. Алинұр: Аржан апай, сіздің әкеңіз бар ма? Аржан сәл үнсіз қалды. Бар. Сіз олармен бірге тұрасыз ба? Жоқ, мен анаммен және ініммен тұрам. Неге? Аржан жымиып жауап берді. Өйткені кейде өмір біз ойлағандай болмай қалады. Арман байқамай тоқтап қалды. Ол әңгімені тыңдағысы келмесе де, аяғы қозғалар емес. Ал әкеңіз қайда? Басқа қалада тұрады. Біз араласып тұрамыз. Алинұр тағы сұрады. Сонда сіз анаңызға көмектесесіз бе? Иә. Менің інім университетте оқиды. Анам тігінші. Екеуміз бірге оған көмектесеміз. Арман ойланып қалды. Ол осы уақытқа дейін Аржан туралы ештеңе білмейтін, тіпті сұрамағанда, өйткені өзіне ол тек күтуші деп айтып келген. Кешке қарай Гүлжан апай шай құйып отырып: Арман мырза, Аржан қыз алтын адам. Неге олай дейсіз? Айлығының жартысын анасына береді. Өзіне жаңа киім де алмайды. Өткен аптада Алинұрдың жақсы көретін кітабын өз ақшасына сатып әкеліпті. Арман таңырқап қалды. Мен оған ақша берген жоқпын ғой. Соны айтып тұрын, өзі сатып алған. Сол түні Арман ұзақ ұйықтай алмады. Оның ойында бір ғана сұрақ тұрды. Егер ол шынымен ақша үшін жүрмесе ше? Бірақ келесі сәтте өзін қайта тоқтатты. Жоқ, мен тағы да біреуге сеніп қалмаймын. Келесі күні Алинұр балабақшадан көңілсіз оралды. Не болды? Деп сұрады Аржан. Бала үнсіз сөмкесін қойды. Ертең балабақшада отбасы күні болады екен. Сосын барлығы анасымен немесе әкесімен келеді. Менің анам келмейді. Әкем де жұмыста болады. Мен жалғыз қалам. Аржанның жүрегі шым етті. Әкеңмен сөйлесіп көрейік. Ол босамайды. Жыл сайын солай. Осы әңгіменің бәрін дәлізде тұрған Арман естіп қалды. Ол үнсіз кабинетіне кірді. Күнтізбесін ашты. Ертеңгі күні 3 маңызды кездесу белгіленген. Бірақ дәл сол сәтте ұлының мұңайған жүзі көз алдынан кетпеді. Телефонды қолына алып, хатшысына қоңырау шалды. Ертеңгі сағат 10-дағы кездесуді басқа күнге ауыстырыңыз. Ал қалғандар ше? Арман біраз ойланып: Ертең түске дейінгі барлық кездесуді кейінге қалдырыңыз. Хатшысы таңырқап: Маңызды келіссөз еді ғой. Арман қысқа ғана жауап берді. Ұлым одан да маңызды. Бұл шешім оның бизнес үшін емес, әке ретінде жасаған алғашқы үлкен таңдауы еді. Келесі күні таңертең Алинұр әдеттегіден ерте оянды. Бүгін балабақшадағы отбасы күні болатын. Бірақ көңілі көтеріңкі емес. Терезенің алдында үнсіз тұр. Аржан жанына келді. Не болды құлыным? Әкем келмейді. Жұмысы көп. Жылда солай. Аржан оның иығынан құшақтады. Үмітімді үзбе. Сол кезде Арман төменге түсті. Костюмін киіп алған. Қолында көлігінің кілті. Алинұрдың жүзі бірден солып қалды. Әке, сен кетіп бара жатықсың ба? Арман бірнеше секунд үндемеді. Сосын күлімсіреп: Жоқ, бүгін мен сенімен бірге барамын. Алинұр алғашында сенбей қалды. Шынымен де? Иә, бүгінгі ең маңызды кездесуім сенсің. Бала жүгіріп келіп, әкесін құшақтап алды. Балабақшаға келгенде ата-аналар көп жиналып қалыпты. Балалар қол ұстасып ішке кіріп жатыр. Алинұр әкесінің қолын қыса түсті. Әке, рахмет. Арман ештеңе демеді. Кек ұлының қолын бұрынғыдан да қаттырақ ұстады. Тәрбиеші ойын ұйымдастырды. Енді балалар әкелермен бірге сурет салады. Арман сурет салуды онша білмейтін, бірақ Алинұр мәз. Екеуі бірге үйдің суретін салып отыр. Тәрбиеші күлімсіреп: Алинұр, суреттерің өте әдемі екен. Бала қуанып: Мұны әкем екеуміз салдық, деді. Осы сөз Арманның жүрегіне ерекше жылы тиді. Бағдарлама аяқталған соң балалар аулаға шықты. Алинұр достарына мақтанып жүр. Көрдіңдер ме? Менің де әкем келді. Арман алыстан қараттырды. Бір кезде қасына Аружан келді. Бүгінгі күніңіз босқа өткен жоқ, деді жай ғана. Арман оның жүзіне қарады. Неге олай айтасыз?
Өйткені бүгін Алинұр өзін әлемдегі ең бақытты бала сезінді. Арман үнсіз қалды. Көлікке қайтып келе жатқанда Алинұр артқы орында ұйықтап қалды. Арман көлікті баяу жүргізіп келеді. «Рахмет», деді кенет. Аружан таңырқап қарады. «Не үшін?» «Егер сіз болмағанда, мен бүгінде жұмысқа кетер едім. Ұлымның қанша нәрседен айырылып жүргенін байқамас едім». Аружан жымиып қойды. «Мен ештеңе істеген жоқпын. Шешімді өзіңіз қабылдадыңыз». Үйге келген соң Арман кабинетіне кірді. Терезеден сыртқа қарап ұзақ тұрды. Ол соңғы 2 жылда алғаш рет өзін жақсы әке болуға тырысып жүргенін сезінді. Бірақ бір нәрсе оны әлі де мазалайтын. Жүрегі Аружанға жақындай бастаған сайын, ақылы керісінше алыстатуға тырысатын. Жоқ, ол тек Алинұр үшін. Тек соның арқасында, басқа ештеңе емес. Өзін тағы да сол сөзге сендіргісі келді. Бірақ жүрекке бұйрық жүрмейтінін Арман әлі түсінбеген еді. Балабақшадағы отбасы күнінен кейін Алинұр мүлде өзгеріп кетті. Бұрын кешке әкесін күтіп отырмайтын, ал қазір сағат сайын терезеге қарайды. Әке келді ме? Арман да бұрынғыдай кеңседе түнге дейін отырмайтын болды. Жұмысын ертерек аяқтап, үйге асығатын. Өзі де байқамай өзгеріп келе жатты. Бір күні кешке Алинұр бөлмесінде ұйықтап қалған. Үзмейше тым-тырыс. Аружан ас үйдегі ыдыстарды жинап жүр. Арман су ішуге төмен түсті. Екеуі алғаш рет үйде жалғыз қалды. Бірнеше секунд үнсіздік орнады. Арман үнсіз ғана су құйып ішті. Кетіп бара жатқанда кенет тоқтады. «Аружан». Қыз бұрылды. «Иә? Сізге осы жұмыста қиын емес пе?» Аружан күлімсіреді. «Жоқ, маған балалармен жұмыс істеген ұнайды. Басқа жақсы жұмыс табуға болатын еді ғой». «Болатын шығар. Бірақ мен жұмысты жалақысына қарап таңдамаймын, адамдарға қарап таңдаймын». Арман алғаш рет оған ұзақ қарап қалды. «Сонда біздің үй сізге ұнай ма?» Аружан сәл ойланып жауап берді. «Үйдің өзі емес, мұндағы кішкентай бала ұнайды. Ол өте мейірімді». Арман күлімсіреп қойды. «Ал мен ше?» Аружан күтпеген сұрақтан сасып қалды. Бір сәт үнсіз тұрды. «Сіз басында өте суық адам сияқты көріндіңіз. Ал қазір?» «Қазір жай ғана жараланған адам екеніңізді түсіндім». Арман үнсіз қалды. Бұл сөзді оған ешкім айтпаған. «Қайдан білдіңіз?» «Көзімізден. Кейбір адамдар ашулы болмайды. Олар жай ғана бір кезде қатты ренжіген болады». Арман алғаш рет жүрегіндегі ауыр жүктің жеңілдей бастаған сезді. «Мен кейде өзімді түсінбейін. Бұрын ешкімге сенетінмін. Қазір бәрінен күмәнданамын». Аружан жай ғана басын изеді. «Сенімді бір күнде жоғалтуға болады. Бірақ қайта табу үшін уақыт керек. Мен сізден ештеңе күтпеймін. Тек өзіңізді кінәлап өмір сүрмеңіз». Осы сәтте жоғары қабаттан Алинұрдың дауысы шықты. «Әке!» Арман бірден жүгіріп кетті. Алинұр қорқынышты түс көріп оянған екен. «Әке, мен түсімде сен жоғалып кеттің деп көрдім». Арман ұлын құшағына алды. «Мен ешқайда кетпеймін, ешқашан». Алинұр әкесіне жабысып ұйықтап қалды. Есіктің алдында тұрған Аружан осы көрініске күлімсіреп қарап тұрды. Арман да оған көз тастады. Екеуінің көздері түйісті. Бұл жолы еш қайсысы көзін бірден тайдырмады. Аружан жымиып: «Қайырлы түн, Арман мырза». «Қайырлы түн, Аружан». Арман алғаш рет оның атын ерекше жылы үнмен атады. Аружан да мұны байқап қалды. Екеуі де ештеңе демеді. Бірақ дәл осы кештен кейін олардың арасындағы қарым-қатынас тек жұмыс беруші мен күтушінің қарым-қатынасы болып қалмаған еді. Әлі еш қайсысы сезімін мойындаған жоқ. Бірақ бір-біріне деген сенімнің алғашқы кірпіші қаланып қойған еді. Келесі аптада Арманның туған күні болатын. Бірақ ол бұл күнді ешқашан атап өтпейтін. Ажырасқаннан кейін туған күннің өзі оған жай ғана кезекті жұмыс күні болып қалған. Тіпті кеңседегі қызметкерлеріне де ешқандай құттықтау, ешқандай мереке керек емес деп алдын ала айтып қойған. Бірақ бұл туралы Алинұр білмейтін. Ол Гүлжан апайдан естіп қалып, бірден Аружанға жүгіріп келді. «Аружан апай, ертең әкемнің туған күні екен». «Иә құлыным, біз сыйлық жасайықшы». Аружан күлімсіреді. «Жақсы идея екен. Бірақ әкеме айтпаймыз. Бұл екеуміздің құпиямыз болады». Келістік. Кешке дейін екеуі қолдан сыйлық дайындады. Алинұр
Түрлі түсті қағаздан үлкен жүрек қиып, ортасына әлемдегі ең жақсы әкеме деп жазды. Ал Аружан оған әдемі рамка жасап берді. Сыйлық қымбат емес еді, бірақ жүректен шыққан болатын. Ертеңіне кешке Арман үйге келді. Үй іші тым-тырыс. Алинұр, әке, біз мұндамыз. Қонақ бөлменің шамы жанғанда Арман таңырқап қалды. Үстелде кішкентай ғана торт тұр, шырақ жанып тұр. Алинұр мәз болып жүгіріп келді. Туған күнің құтты болсын, әке. Арман бірнеше секунд үнсіз қалды. Мұндай қарапайым кешті соңғы рет қашан өткізгенін өзі де ұмытқан еді. Алинұр сыйлығын ұсынды. Бұл менің өз қолыммен жасағаным. Арман қағазды ашты. Ішінде үлкен жүрек пен кішкентай қолдың ізі бар. Көздері еріксіз жасаурап кетті. Рахмет, балам. Бұл мен алған ең қымбат сыйлық. Ол Аружанға қарады. Бұл сіздің идеяңыз ба? Жоқ, Алинұрдың идеясы. Мен тек көмектестім. Арман басын изеді. Сонда да рахмет. Үшеуі алғаш рет бір дастархан басында еркін отырып шай ішті. Алинұр тоқтамай сөйлеп отыр. Әке, тілегіңді айттың ба? Иә. Не тіледің? Арман күліп жіберді. Айтсам, орындалмай қалады ғой. Маған айта салшы. Жоқ, бұл құпия. Аружан да күліп жіберді. Арман оның күлгенін көріп, еріксіз өзде жымиды. Бұрын мұндай сәттер оған жат болатын. Кеш аяқталған соң Алинұр ұйықтап қалды. Аружан дастарханды жинап жүрді. Арман оған көмектесе бастады. Қойыңыз, өзім жинайым. Жоқ, бүгін бірге жинайық. Бұл сөзді естіген Аружан таңырқап қалды. Арман бұрын ешқашан ас үйге кірмейтін. Ыдыстарды жуып болған соң екеуі аулаға шықты. Түн тыныш, аспанда жұлдыздар жарқырап тұр. Арман баяу ғана сөйледі. Білесіз бе, соңғы 2 жылда алғаш рет туған күнімді шын көңілмен өткіздім. Аружан үнсіз тыңдап тұрды. Мұның бәрі Алинұрдың арқасы. Тек оның ғана емес, сіздің де арқаңыз. Аружан көзін төмен түсірді. Мен тек өз жұмысымды істеп жүрмін. Арман күлімсіреді. Жоқ, баяғыда мен де солай ойлайтынмын. Қазір түсіндім. Кейбір адамдар үйге жұмыс істеуге келеді, ал кейбір адамдар Үйге жылулық алып келеді. Аружан үндемей қалды. Бұл сөз оның жүрегіне ерекше әсер етті. Екеуі бір-біріне ұзақ қарап тұрды. Сол сәтте екеуі де алғаш рет бір-бірінен көзін тайдырмай, іштей бір нәрсенің өзгергенін сезді. Бірақ ешқайсысы асықпады. Өйткені кейбір сезімдер сөзбен емес, уақытпен дәлелденетінін екеуі де түсінеді. Арада тағы бір ай өтті. Арман мен Аружан бұрынғыдан да жақындай түсті. Бірақ олардың ешқайсысы сезімі туралы ашық айтпайтын. Арман өзін тоқтататын, Аружан да шекарадан аспайтын. Өйткені бұл үйге ол күтуші болып келгенін жақсы білетін. Бір күні Арман таңертең ерте жұмысқа кетті. Алинұр, кешке ертерек келем. Жарайды, әке. Аружан, бүгін кешке маңызды қонақтар жоқ. Ертерек қайтсаңыз болады. Жарайды. Түс ауа үйдің қоңырауы соғылды. Есікті Гүлжан апай ашты. Сыртта қымбат киінген сәнді әйел тұр екен. Көзілдірігін шешіп. Арман үйде ме? Жоқ. Мен оның әйелімін. Гүлжан апай антан болып қалды. Бұл Мадина еді, Арманның бұрынғы әйелі. 2 жылдан бері шетелде жүрген. Мадина ешкімнен рұқсат сұрамастан үйге кірді. Дәл сол сәтте Алинұр баспалдақтан түсіп келе жатты. Баланы көрген әйел ешқандай қуаныш білдірмеді. Өсіп кетіпсің. Алинұр болса, оны бірден тани алмады. Сіз кімсіз? Мадина сәл посылып қалды. Мен сенің анаңмын. Алинұр үндемей Аружанның артына барып тұралды. Мадина мұны байқап қабағын түйді. Ал мынау кім? Мен Аружанның, Алинұрдың күтушісімін. Күтуші? Мадина мысқылдай күлді. Демек, мен жоқта менің орнымды басып жүрген сен екенсің ғой. Аружан сабырмен жауап берді. Жоқ, мен тек баламен жұмыс істеймін. Жұмысын бітті, жинал. Енді бұл үйде сенің керегің жоқ. Мен қайтып келдім. Аружан таңырқап қалды. Кешіріңіз, бірақ мені жұмысқа Арман мырза алған. Мен оның әйелімін. Мен айттым ба, болды. Жарты сағаттың ішінде үйден кет. Осы сөздерді естіген Алинұр жылап жіберді. Жоқ, Аружан апай кетпейді. Мен жібермеймін. Мадина баласына бұрылып. Болды, жылама. Енді өз анаң келді. Бірақ Алинұр басын шайқады. Жоқ, мен Аружан апайды қалаймын.
Мадинаның жүзі бірден өзгеріп кетті. Не деген тәрбие? Аружан бірден араласты. Алинұр, болмайды. Үлкендерге дауыс көтерме. Сосын жай ғана. Жарайды. Мен кетемін. Баланы қинаудың қажеті жоқ. Ол бөлмесіне көтеріліп, заттарын жинай бастады. Кешкісін Арман үйге кіргенде чемоданды көріп таң қалды. Не болып жатыр? Алинұр жүгіріп келіп жылап жіберді. Әке, Аружан апай кетіп жатыр. Арман ештеме түсінбей. Неге? Сол кезде қонақ бөлмеден Мадина шықты. Себебі мен қайтып келдім. Арманның жүзі сұп-сұр болып кетті. Сен? Иә, шетелде біраз жүрдім. Енді отбасыма оралдым. Арман суық күлді. Отбасына ма? 2 жыл бойы бір ретте хабарласпаған адам енді отбасысын есіне түсірді ме? Мадина бірден жұмсарған кейіп танытты. Арман, қателестім. Бәріміз қателесеміз ғой. Қайтадан бастайық. Арман оның көзіне тіке қарады. Шетелдегі ақшан таусылды ма? Мадина үнсіз қалды. Әлде сенмен бірге кеткен адам тастап кетті ме? Жауап болмады. Сол үнсіздіктің өзі бәрін айтып бірді. Арман есікке қарай қолын созды. Бұл үйге енді қайтып келме. Арман, мен сені баяғыда кешіргенмін, бірақ қайта қабылдамайын. Ал балам, 2 жыл бойы сені іздеген де жоқ. Өйткені сен оны іздеген жоқсың. Есік ана жақта. Мадина соңғы рет айналып қарады. Бірақ Арманның шешімі өзгермейтінін түсінді. Амалсыз кетіп қалды. Бөлмесінен чемоданын алып түскен Аружан бәрін көріп тұрды. Ол жай ғана. Арман мырза, мен де кетейін. Енді сіздің отбасыңыз қайта қосылатын шығар деп ойлағанмын. Арман оған жақындады. Жоқ, ешқайда бармайсыз. Бірақ Алинұрға сіз керексіз. Алинұр бірден жүгіріп келіп Аружанды құшақтады. Апай, кетпеңізші. Мен сізсіз қалғым келмейді. Аружанның көзіне жас келді. Көрдіңіз бе? Ол сізді жібермейді. Аружан басын изеді. Жарайды. Онда тағы біраз уақыт қаламын. Арман бір сәт үнсіз тұрды. Содан кейін бұрын ешқашан айтпаған сөзін баяу ғана айтты. Шынымды айтсам, сіз тек Алинұрға ғана емес, маған да керексіз. Бұл сөзді естіген Аружан жүрегі дүрсілдеп кетті. Екеуі үнсіз бір-біріне қарап қалды. Ал бұл сөзден кейін олардың өмірі бұрынғыдай болмайтынын екеуі де сезді. Арманның, сіз тек Алинұрға ғана емес, маған да керексіз деген сөзінен кейін бөлме іші тып-тыныш болып қалды. Аружан алғашында не айтарын білмеді. Ол Арманның көзіне қарады. Бұл жолы оның жүзінде бұрынғы суықтық жоқ еді. Тек шынайылық. Аружан баяу ғана сөйледі. Арман мырза, сіз қазір ашумен айтып тұрған жоқсыз ба? Арман басын шайқады. Жоқ, мен бұл сөзді көптен бері айтқым келіп жүрген. Бірақ қорықтым. Өзіммен қорықтым. Неден? Біреуге қайтадан сеніп қалудан. Біреуді қайтадан жоғалтып алудан. Мен 2 жыл бойы жүрегіме ешкімді жолатпадым. Ал сіз өзіміз байқамай сол жүректің есігін ашып жібердіңіз. Аружан үнсіз тыңдап тұрды. Мен сізді ешқашан мәжбүрлемедім. Білемін, сол ішінде сізді сыйлай бастадым. Осы кезде Алинұр жүгіріп келді. Әке, Аружан апай кетпейді ғой. Арман баласына қарап күлімсіреді. Жоқ, егер өзі қаламын десе, ешқайда кетпейді. Алинұр қуанып Аружанды құшақтап алды. Ура! Кешке қарай Аружан үйіне қайтты. Үйде анасы Раушан апай қарсы алды. Қызым, бүгін көңілім біртүрлі ғой. Аружан бәрін жасырмай айтып берді. Раушан апай үнсіз тыңдап отырды. Ол адам саған ұсыныс жасады ма? Жоқ, ондай сөз болған жоқ. Онда не деді? Маған да керексіз деді. Раушан апай күлімсіреп қойды. Кейбір ер адамдар жақсы көрем деп айтуға асықпайды. Әсіресе жүрегі бір рет қатты жараланған болса. Аружан ойланып қалды. Бірақ мен қорқамын, мама. Неден? Ертең бір күні өкінсе ше? Раушан апай қызының қолынан ұстады. Асықпа. Егер оның сезімі шынайы болса, ол дәлелдейді. Ал сол түні Арман кабинетінде жалғыз отырды. Ерлан келіп қалды. Біртүрлі қуанып отырсын. Байқалып тұр ма? Әрине, не болды? Арман алғаш рет жымиып. Мен өзіммен қашып жүргенімді түсіндім. Сосын, енді қашқым келмейді. Ерлан күліп жіберді. Демек, ақыры мойындадың. Иә, бірақ мен асықпаймын.
Ол мені байлығым үшін жақсы көріп тұр ма? Әлде адам ретінде ме? Соған көз жеткізім келеді. Қалай? Арман терезеге қарап. Ақшам үшін келген адам, ақшам жоқ кезде кетеді. Ал шын сүйген адам, қандай жағдайда да жанымнан табылады. Мен оған сенемін, бірақ алдымен оның жүрегін емес, сенімін жеңіп алуым керек. Келесі күні таңертең Алинұр таңғы ас ішіп отырып, «Әке, иә, сен Аружан апайды жақсы көресің бе?» Арман тосылып қалды. «Неге олай сұрадың?» «Өйткені сен оған бұрынғыдай суық қарамайсың. Қарағаған кезде күліп тұрасың. Ал ол саған қарағанда бет аузы қызарып кетеді». Арман еріксіз күліп жіберді. «Сен әлі кішкентайсың. Бірақ мен бәрін байқап жүрем». Алинұрдың бұл сөзі Арманды ойландырып қойды. Мүмкін, олардың арасындағы сезімді бәрінен бұрын байқаған адам 5 жасар баланың өзі шығар. Сол күннен кейін Арман да Аружан да бұрынғыдай еркін сөйлесе бастады. Бірақ екеуі де арадағы шекараны сақтайтын. Арман ешқашан орынсыз жақындамайтын. Аружан да өзін тек күтуші ретінде ұстайтын. Екеуі де асықпады. Бір күні таңертең Арман жұмыста отырғанда хатшысы кірді. «Арман мырза, облыс әкімінің қабылдауына шақырту келді». «Қашан?» «Ертең кешкі 7-де». «Жалғыз барам ба?» «Жоқ, жұбайыңызбен келсеңіздер дұрыс болады» деп жазылған. Арман үнсіз қалды. «Жауапты кейін берем». Кешке үйге келгенде осы жайлы ойланып жүрді. Алинұр ас үйде Аружанмен бәліс жасап жатыр екен. Ұмға бұлған кеткен екеуін көріп, еріксіз күліп жіберді. «Әке, кел, бізге көмектес». «Мен бе?» «Иә». Арман алғаш рет алжапқыш кейіп, қамыр илей бастады. Аружан күлімсіреп: «Арман мырза, қамырды олай емес, міне бұлай». Ол ақырын ғана Арманның қолын түзеп жіберді. Екеуінің қолдары бір-біріне тиіп кетті. Екеуі де үнсіз қалды. Бірнеше секундқа уақыт тоқтап қалғандай болды. Аружан қолын тез тартып алды. «Кешіріңіз». «Ештеңе етпейді». Арманның жүзіне алғаш рет қысылған күлкі пайда болды. Кешкі ас үстінде Арман ойланып отырды. Соңында батылдық жинап: «Аружан, сізден бір өтінішім бар». «Тыңдап тұрмын». «Ертең кешке менімен бірге бір жерге барсаңыз». Аружан таңырқап қалды. «Қайда?» «Ресми қабылдау. Маған жұбаймен келсін деген шақырту келген». «Бірақ мен бара алмаймын». «Неге?» «Себебі мен сіздің жұбайыңыз емеспін». Арман бірден басын изеді. «Дұрыс айтасыз. Мен де соны ойладым. Сондықтан бұл ұсынысымды ұмытыңыз. Мен сізді ыңғайсыз жағдайға қалдырғым келмейді». Осы кезде Алинұр сөзге араласты. «Неге бармайсыз? Екеуің бәрібір бір-біріңді жақсы көресіңдер ғой». Екеуі бірдей Алинұрға қарап қалды. «Кім айтты саған?» «Ешкім, өзім көріп жүрмін. Әке, сен Аружан апай келгенде күлесің, ал Аружан апай сен келгенде шашын түзейді. Мен бәрін байқап жүрем». Аружан ұялып күліп жіберді. Арман да не айтарын білмеді. Сол түні Аружан үйіне қайтқан соң көпке дейін ойланып жатты. Арман оны ешқашан асықтырмайды. Ешқашан сезімін күштемейді. Бұл оның жүрегіне ерекше әсер етті. Бірақ дәл сол сәтте анасы бөлмесіне кірді. «Қызым, саған біреу келіпті». Аружан сыртқа шықса, есік алдында орта жастағы ер адам тұр екен. «Сәлеметсіз бе? Мен Арман мырзаның әкесі болам». Аружан таңырқап қалды. «Сізбен аздап сөйлессем деп едім». Бұл күтпеген кездесу Аружанның өмірін ғана емес, Арманның да тағдырын өзгертетін әңгіменің бастамасы болатынын ол әлі білмейтін. Аружан есікті жайлап ашты. Есіктің алдында 60-тан асқан, сымбатты, сабырлы кісі тұр екен. Жүзі Арманға қатты ұқсайды. «Сәлеметсіз бе, қызым?» «Сәлеметсіз бе?» «Менің атым Нұрғали, Арманның әкесімін». Аружан сәл адырақ қалды. «Өтіміз». Раушан апай қонаққа шай әзірлеп беріп, екеуін оңаша қалдырды. Нұрғали ақсақал біраз үнсіз отырды. Сосын сөз бастады. «Қызым, сен туралы көп естідім». «Мен туралы ма?» «Иә, ұлымнан емес, немеремнен». Аружан таңырқап күлді. «Алинұр ма?» «Иә, мен оған аптасына бір рет барып тұрамын. Соңғы кезде аузынан сенің атың түспейді. Менің Аружан апайым былай деді, Аружан апайым мынаны үйретті деп отырады». Нұрғали ақсақал ауыр күрсінді. Арман да өзгерді. «Қалай?» «Бұрын үйге түн ортасында келетін. Қазір жұмыстан ертерек қайтады. Бұрын күлмейтін, қазір күледі.
Бұрын менімен сөйлеспейтін, қазір өзі хабарласады. Осының бәрі сен келгеннен кейін басталды. Аружан үнсіз тыңдап отыр. Бірақ мен бір нәрседен қорқамын. Неден? Ұлым тағы да жүрегін жаралап ала ма деп. Ол бір рет қатты күйреді, екінші рет соған төзе алмайды. Аружан көзін төмен салды. Ата, мен ешкімнің жүрегін жаралағым келмейді. Мен бұл үйге тек жұмыс істеуге барғамын. Артық ойым болған жоқ. Нұрғали ақсақал жымиып қойды. Мен соны көріп жүрмін. Сондықтан саған келдім. Егер сенің де көңілімде бір сезім болса, одан қашпа. Арманның ең үлкен байлығы ақшасы емес, жүрегі. Ал ол жүрек 2 жылдан бері ешкімге ашылмаған. Осы кезде Арман телефон соқты. Әке, қайдасыз? Қаладам. Үйге келе жатырсыз ба? Иә, аздап шаруам бар. Жарайды, күтемін. Нұрғали ақсақал телефонды қойып, орнынан тұрды. Мен кетейін. Бүгінгі әңгімемізді Арман білмесін. Неге? Кейбір сөзді әке емес, өмірдің өзі айту керек. Сол кеште Арман аулада Алинұрмен доп ойнап жүрді. Аружан да сыртқа шықты. Алинұр қуанып: Аружан апай, келіңіз, үшеуміз ойнайық. Арман жымиып: Иә, келіңіз, бүгін мен қақпашы боламын. Ойын қысып кетті. Алинұр қатты жүгіріп келе жатып, сүрініп құлап қалды. Алинұр! Арман мен Аружан бір уақытта жүгіріп жетті. Екеуі де баланы көтермек болып, қолдары қайта тиісті. Бұл жолы ешқайсысы қолын бірден тартып алған жоқ. Екеуі бір-біріне қарап қалды. Алинұр болса күліп жіберді. Сендер бірдей уайымдайсыңдар екен. Кешке Алинұр ұйықтап қалған соң, Арман ауылда отырып шай ішіп отырды. Аружан шайын деп еді. Аружан. Иә? Біраз отырып кетімізші. Үй тым-тыныш болып кетті. Аружан қарсы орындыққа жайлап отырды. Екеуі алғаш рет ұзақ сөйлесті. Балалық шақтары туралы, отбасы туралы, армандары туралы. Сол әңгіме барысында Арман алғаш рет бұрынғы әйелі туралы бәрін айтып берді. Қалай сенгенін, қалай алданып қалғанын, қалай жалғыз қалғанын. Аружан үнсіз тыңдап отырды. Әңгіме аяқталғанда жай ғана: Арман, барлық адам бірдей болмайды. Бір адамның жасаған қателігі үшін өз бақытыңыздан бас тартпаңыз. Арман оның жүзіне ұзақ қарады. Бұл сөздер жүрегіне жетті. Ол осы қыздың жанында өзін бұрынғыдан әлдеқайда тыныш сезінетінін анық түсінді. Бірақ асықпады. Өйткені бұл жолы ол махаббатты емес, алдымен сенімді жоғалтпай сақтағысы келді. Сол кештен кейін Арманның көңілі бұрынғыдай емес еді. Аружанның бір адамның жасаған қателігі үшін өз бақытыңыздан бас тартпаңыз деген сөзі ойынан шықпады. Ол алғаш рет өткен өмірді емес, алдағы өмірді ойлай бастады. Келесі күні таңертең Алинұр балабақшаға кетіп қалды. Үйде Арман мен Аружан ғана қалды. Аружан кетуге жиналып жатқан. Арман: 1 минут. Уақытыңыз бар ма? Иә? Кофе ішіп кетімізші. Аружан таңырқап қалды. Бұл бірінші рет еді. Арман оны жұмыс емес, жай әңгімелесу үшін шақырып тұрған. Жарайды. Екеуі ауылдағы шағын үстелге отырды. Күздің самалы есіп тұр. Бірнеше минут үнсіздік орнады. Арман үнсіз кофесін араластырып отырды. Сосын баяу ғана: Білесіз бе, бұрын адамдарда сену маған оңай болатын. Қазір керісінше. Ол қалыпты нәрсе. Бірақ мен өзгердім келеді. Аружан оның жүзіне қарап: Өзгеріп келесіз. Қайдан білдіңіз? Өйткені бұрын сіз ешкімді тыңдамайтынсыз, қазір тыңдайсыз. Бұрын күлімдемейтінсіз, қазір күлесіз. Бұрын Алинұрға уақытыңыз аз болатын, қазір әр кеште сонымен өткізесіз. Арман алғаш рет өзіндегі өзгерісті басқа адамның аузынан естіді. Мұның бәрі сіздің арқаңыз. Аружан басын шайқады. Жоқ, бұл өзіміздің таңдауымыз. Мен тек жолыңызда кездестім. Дәл сол сәтте Арманның телефоны шырылдады. Экранда Мадина деген жазу тұр. Арман телефонға бірнеше секунд қарап отырды. Сосын қоңырауды өшіріп тастады. Аружан үндемеді, бірақ бәрін түсінді. Кешіріңіз. Неге кешірім сұрайсыз? Бұрынғы өмірім кейде қайта келіп мазалайды. Аружан жай ғана жымиып қойды. Өткен өмірдің есігін қағып тұратыны бар. Бірақ оны үйге кіргізу немесе кіргізбеу өзіміздің таңдауымыз. Арман осы сөзге ұзақ ойланып қалды. Кешке Алинұр балабақшадан ерекше көңілді келді. Әке, ертең бізде спорт жарыс болады. Жарайды. Сен келесің бе?
Әрине. Аржан апай ше? Аржан күліп. Егер әкең қарсы болмаса, деді. Арман бірден. Қарсы емеспін, барамыз, үшеуміз бірге. Алинұр қуаныштан секіріп кетті. Ура! Түнде Алинұр ұйықтап болған соң, Арман үйдің кітапханасында отырды. Алдында ескі фотоальбом. Ол бұрынғы әйелмен түскен суреттерді бір-бірлеп алып шықты. Ұзақ қарады. Сосын бәрін қайтадан альбомға салып, шкафтың ең жоғарғы сөресіне қойды. Болды. Өткен өмір өткен жерде қалсын. Ол терезеге қарап тұрғанда, аулада гүлдерді суарып жүрген Аружанды көрді. Жүрегі ерекше тынышталып кетті. Бұл жолы ол алғаш рет өзіне өтірік айтпады. Иә, мен оны жақсы көре бастадым. Бірақ бұл сезімді айтуға әлі ерте екенін жақсы түсінді. Ал махаббаттан асықпай келгені. Көбіне ең берік махаббат болатын тағдыр енді ғана дәлелдей бастады. Ертеңіне таңертең Алинұр ерекше көңіл-күймен оянды. Бүгін балабақшадағы спорттық жарыс болатын. Ол жаңа спорттық киімін киіп, айна алдында айналып жүр. Әке, мен чемпион боламын. Арман күліп. Сен онсыз да менің чемпионымсың. Алинұр мәз болып әкесін құшақтады. Біраздан кейін Аружан төменге түсті. Үстінде қарапайым көгілдір көйлек. Шашын жинап алған. Арман оған бір сәт қарап қалды. Бұрында әдемі екенін байқайтын, бірақ бүгін оны мүлде басқа қырынан көргендей болды. Аружан оның қарап тұрғанын байқап, ыңғайсызданып қалды. Бірдеңе дұрыс емес пе? Арман жымиып жіберді. Жоқ, өте жарасып тұр. Аружан сәл қызарып, рахмет, деп қана жауап берді. Балабақшаға келгенде барлық ата-аналар балаларын қолдаттыр екен. Жарыс басталды. Алинұр жүгіруден бірінші келді. Секіруден де жақсы нәтиже көрсетті. Бірақ соңғы эстафетада сүрініп қалды, тізесін ауыртып алды. Алинұр! Арман орнынан тұрып жүгірді. Аружан да артынан жетті. Бала көз жасын тия алмай отыр екен. Арман оны көтеріп алды. Батырлар жылай ма? Алинұр көз жасын сүртті. Аздап қана. Аружан жарасын сүртіп пластыр жапсырды. Міне, енді бәрі жақсы болады. Тәрбиеші микрофон алды. Бүгінгі жарыста жеңімпаз бір ғана бала емес. Бүгін ең ұйымшыл отбасы марапатына ие болған отбасы бар. Көпшілік қол шапалақтады. Бұл марапат Алинұр мен оның отбасына беріледі. Бүкіл зал қол соқты. Алинұр қуанып. Әке, жүр! Арман сахнаға шықты. Алинұр оның бір қолынан ұстап алды. Екінші қолынан Аружан ұстап алды. Арман мен Аружан бір-біріне қарап қалды. Баланың қолын жібергісі келмеді. Сөйтіп үшеуі қатар сахнаға көтерілді. Көпшілік оларды нағыз отбасы деп қабылдады. Екеуі де ештеңе демеді. Өйткені дәл сол сәтте ешкімнің көңілін қимады. Кешке үйге қайтқан соң Алинұр марапатын үстелдің үстіне қойып, «Бұл үшеуміздікі», деді. Арман күлімсіреп, «Дұрыс айтасың». Түнде Алинұр ұйықтап қалған соң Арман аулаға шықты. Бірнеше минуттан кейін Аружан да гүлдерді суаруға келді. Шаршадыңыз ба? Аздап, бірақ бүгінгі күн соған тұрды. Арман біраз үнсіз тұрды, сосын жай ғана. Бүгін сахнада Алинұр қолымызды әдейі ұстастырды ма? Аружан күліп жіберді. Меніңше, иә. Ол бәрін байқар жүр. Балалар үлкендерден де байқампаз келеді. Бірнеше секунд үнсіздік орнады. Арман терең дем алды. Аружан, мен сізден бір нәрсе сұрасам бола ма? Әрине. Егер бір күні мен сізді тек Алинұрдың күтушісі емес, өмірінің бір бөлігі ретінде көргім келетінімді айтсам, сіз қорқып кетпейсіз бе? Аружанның жүрегі дүсілдеп кетті, бірақ ол асықпады, жымиып қана. Ондай күн келсе, жауабымды міндетті түрде айтамын. Бірақ бір-бірімізді әлде жақсырақ танып алғанымыз дұрыс. Арман басын изеді. Мен де дәл соны қалайын. Ештеңені асықтырғым келмейді. Екеуі жұлдыздарға қарап ұзақ тұрды. Бұл жолы олардың арасындағы үнсіздік ыңғайсыз емес еді. Керісінше, екеуіне де тыныштық сыйлаған үнсіздік болатын. Ал үйдің терезесінен қарап тұрған Алинұр іштей күлімсіреп қойды. Енді бәрі жақсы болады, деп сыбырлады. Арада бірнеше күн өтті. Арман мен Аружан бұрынғыдан да еркін сөйлесе бастады. Бірақ екеуі де асықпайтын. Арман уәдесінде тұрды. Ол Аружанды ыңғайсыз жағдайға қалдырғысы келмеді. Бір күні кешке Алинұр қонақ бөлмеде сурет салып отырды. Кенет басын көтеріп, «Әке?» «Иә». «Сен Аружан апайды кездесуге шақыршы». Арман жөтеліп қалды. «Не?» «Теледидарда бәрі солай істейді ғой. Ұнайтын адамын кешкі асқа шақырады». Аружан күліп жіберді. «Алинұр, ондай әңгіме айтуға болмайды». Бала иығын қиқаң еткізді. «Неге болмайды?
Менің ойымша жарасасыңдар. Арман мен Аружан бір-біріне қарап еріксіз күліп жіберді. Сол кеште Аружан үйіне қайтқалы жатқан. Арман оны есікке дейін шығарып салды. Бірнеше секунд үнсіз тұрды. Сосын батылдық жинап: Аружан, егер қарсы болмасаңыз, ертең кешке бірге кешкі ас ішейік. Жұмыс ретінде емес, жай ғана әңгімелесейік. Аружан таңырқап қалды. Ал Алинұр ше? Ол ертең кешке атасының үйіне барады. Өзі көптен бері сұрап жүрген. Нұрғали әкем алып кетеді. 1-2 сағатқа ғана. Аружан үнсіз ойланды. Бұл кездесу жұмысқа әсер етпей ме? Арман жымиып қойды. Егер сіз қаламасаңыз, бәрі бұрынғыдай болады. Мен ешқашан сізді қыспаймын. Аружан оның көзіне қарады. Дәл осы сабырлылығы оған ұнайтын. Жарайды, барайық. Бірақ бір шартым бар. Айтыңыз. Қымбат мейрамханаға емес, қарапайым жерге. Мен сондай жерлерді жақсы көремін. Арман күліп жіберді. Келістік. Ертеңгі кешке Арман сәнді костюмін емес, қарапайым жейде мен джинсы киді. Айнаға қарап тұрып, өзі де күліп қойды. Ерлан дәл сол кезде хабарласты. Қайда жиналып жатырсың? Кездесуге? Ақыр шақырдың ба? Иә. Қымбат ресторанда ма? Жоқ, шағын отбасылық дәмханаға. Ерлан күліп: демек бұл жолы әйелді әсерлендіруге емес, оны түсінуге бара жатырсың. Дәл солай. Кешкі 7-де Арман дәмхананың алдында күтіп тұрды. Бірнеше минуттан кейін Аружан келді. Қарапайым ақ көйлек, шашын жай ғана өріп қойған. Ешқандай қымбат әшекей жоқ. Бірақ Арман үшін ол бұрынғыдан да әдемі көрінді. Көп күттірмедің бе? Жоқ, мен де жаңа келдім. Бұл әрине өтірік еді. Арман 15 минут бұрын келген болатын. Екеуі терезе жанындағы үстелге отырды. Алғашында әңгіме қарапайым тақырыптардан басталды. Балалық шақ, оқу, Арманның алғашқы жұмысы, Аружанның мұғалім болуды армандағаны. Уақыттың қалай өткенін байқамай қалды. Кеш соңында Арман баяу ғана: бүгін өте жақсы кеш болды. Иә, маған да ұнады. Аружан, мен сізге бір нәрсе уәде бергім келеді. Қандай? Мен сізден ештеңені талап етпейін. Жауапты да асықтырмайым. Маған тек сіздің жаныңызда болуға рұқсат етсеңіз болды. Аружанның жүзіне жылы күлкі үйірілді. Онда бір-бірімізді әлде жақсырақтан көрейік. Арманның жүзіне көптен бері болмаған шынайы қуаныш ұялады. Бұл олардың махаббатының басталуы емес еді. Бұл сенімге негізделген алғашқы қадам болатын. Арман мен Аружанның алғашқы кездесуі екеуінің де жүрегінде жылы әсер қалдырды. Екеуі ешқандай уәде бермеді, ешқандай сезім туралы ашық айтпады. Бірақ енді олардың арасында бұрынғыдай бөтендік жоқ еді. Келесі күні таңертең Алинұр екеуіне кезек-кезек қарап күліп отырды. Не болды? Деді Арман. Ештеңе. Сендердің көңіл күйлерің жақсы болып тұр. Арман күліп жіберді. Байғамбаз болып кетіпсің ғой. Мен бұрыннан сондаймын. Аружан да күлімсіреп басын шайқады. Түске таман Арман кеңседе отырған. Кенет хатшысы кірді. Арман мырза, сізге бір әйел келді. Кім? Атын айтпады, бірақ сізбен міндетті түрде сөйлесуім керек дейді. Арман сыртқа шықты. Күту залында Мадина отыр екен. Арманның қабағы бірден күйілді. Мен саған бәрін айттым ғой. Неге келдім? Мадина көзіне жас алған болып: Арман, маған тағы бір мүмкіндік берші. Жоқ. Мен өзгердім. Өзгерген адам ең алдымен баласын іздейді. Ал сен 2 жылда бір ретте Алинұрдың жағдайын сұрамадың. Мадина үндемеді. Ақшам біткен соң ғана біз есіңе түстік. Сенің қайтқаным махаббаттан емес, мұқтаждықтан. Мен оны жақсы білемін. Мадина ашуланып орнынан тұрды. Демек, бәріне анау күтуші қыз кінәлі ғой? Арманның жүзі суып кетті. Жоқ. Бәріне сенің өз әрекетің кінәлі. Аружан туралы бір ауыз жаман сөз айтушы болма. Сен шынымен сол қызға ғашық болып қалдың ба? Арман алғаш рет еш ойланбастан жауап берді. Иә. Бірақ ол сенімен салыстыруға келмейтін адам. Өйткені ол ешқашан менің ақшама қызыққан емес. Ең алдымен Алинұрдың жүрегін жаулады. Содан кейін ғана менің сенімімді. Мадина жауап бере алмады. Дәл сол кезде Аружан Алинұрды дәрігерге қаратып, кеңсеге жақын емханадан қайтып келе жатқан. Олар ғимараттың алдына келгенде Мадинаны байқап қалды. Аружан тоқтап қалды. Алинұр, жүр, басқа жақпен өтейік. Бірақ кеш еді. Мадина оларды көріп қойды. Ол мысқылдап күліп:
Міне, болашақ келіншек келді ме? Арман бірден араға түсті. Болды, жетер. Мадина ашуланып. Мен әлі сенің заңды әйеліңмін. Арман салқын үнмен жауап берді. Құжат жүзінде ғана. Адвокатым ажырасу ісінің соңғы құжаттарын аяқтап жатыр. Енді біздің арамызда ештеңе қалмайды. Аружан үндемей тұрды. Ол мұндай жанжалдың ортасында болғысы келмеді. Алинұр болса, Арманның қолынан ұстап. Әке, үйге кетейікші. Арман ұлының басынан сипады. Жер балам, бізге мұнда тұрудың қажеті жоқ. Көлікке отырған соң Аружан үнсіз терезеге қарап отырды. Арман оның көңілінің түсіп кеткенін сезді. Аружан, кешіріңіз. Неге? Сіз мұндай жағдайды көрмеуіміз керек еді. Мен сізге емес, Алинұрға жаным ашып отыр. Бала бәрін көріп қалды. Арман күрсініп қойды. Мен де соны ойлап келемін. Үйге келген соң Аружан бір шешімге келді. Ол чемоданын шығарып киімдерін жинай бастады. Арман бөлмеге кіріп, антан болып қалды. Не істеп жатырсыз? Арман, мен кеткенім дұрыс шығар. Мадина ханым дұрыс айтпаса да, мен бұл отбасының арасына түскім келмейді. Арман чемоданның қақпағын жауып қойды. Жоқ, бұл жолы сізді жібермеймін. Бірақ, бұрын мен үндемейтінмін. Енді үндемей тұра алмаймын. Сіз бұл үйге келгеннен бері Алинұр қайта күле бастады. Мен де өмір сүрудің мәнін қайта таптым. Егер бүгін кетіп қалсаңыз, бұл үй қайтадан босап қалады. Аружанның көзіне жас келді. Мен ешкімге ауыртпалық болғым келмейді. Арман оның қолына жайлап қолын қойды. Сіз ешқашан ауыртпалық болған жоқсыз. Керісінше, осы үйдің бақытына айналдыңыз. Мен сізден бір ғана нәрсе сұраймын. Кетпеңіз. Аружан ұзақ үнсіз тұрды. Сосын жай ғана басын изеді. Жарайды. Бірақ бір шартпен. Қандай? Біз бәрін асықтырмаймыз. Алдымен Алинұрдың бақыты. Сосын ғана өз бақытымыз. Арман күлімсіреп. Бұл менің де қалауым. Екеуі алғаш рет бір-біріне сеніммен қарап жымиды. Ал есік сыртында тұрған Алинұр олардың әңгімесін естіп сыбырлақ қойды. Менің отбасым енді ешқашан бөлінбейді. Аружанның. Алдымен Алинұрдың бақыты, сосын бана өз бақытымыз деген сөзі Арманның жүрегіне ерекше әсер етті. Ол дәл осындай жауап күтпеген еді. Бұл жоқ емес, бірақ иә да емес. Бұл уақыт сұраған жауап еді. Арман оны түсінді. Келесі күндері бәрі бұрынғы қалпына келгендей болды. Бірақ бір айырмашылық бар еді. Арман енді Аружанмен тек жұмыс жайында емес, күнделікті өмір туралы да сөйлесетін. Анаңыздың денсаулығы қалай? Жақсы, дәрігерге барып келдік. Ініңіздің оқуы ше? Соңғы курсқа өтті. Арман қуанып. Қандай жақсы жаңалықш? Аружан да күлімсіреді. Кешке Алинұр сурет салып отыр екен. Әке, қараш. Арман суретке қараса, 3 адам қол ұстасып тұр. Жанында үлкен үй, күннің суреті, ағаштар. Бұл кімдер? Біз ғой? Біз? Иә, мен, сен, Аружан апай. Арман үндемей қалды. Ал неге бәріміздің күліп тұрғанымызды білесің бе? Неге? Өйткені үйде ешкім ұрыспайды. Маған осы ұнайды. Арман ұлының сөзінен кейін ұзақ ойланып қалды. Бір аптадан кейін демалыс күні келді. Арман таңғы ас үстінде. Алинұр, бүгін қайда бардың келеді? Тауға. Жарайды. Аружан, сіз де бірге жүріңіз. Мен кедергі болмайын ба? Жоқ, бұл жолы сізді күтуші ретінде емес, отбасымыздың жақын адам ретінде шақырып тұрмын. Аружан үндемей қалды. Жүрегі ерекше елжіреп кетті. Жарайды. Үшеуі қала сыртындағы тауға шықты. Таза ауа, самал жел. Алинұр көбелек қуып жүгіріп жүр. Арман мен Аружан артынан жай ғана келе жатыр. Осындай жерлерді жақсы көресіз бе? Өте. Бала кезімізде әкем бізді жиі тауға алып шығатын. Арман күлімсіреді. Мен соңғы рет мұнда 5 жылдырын келген екенмін. Неге сонша уақыт? Жалғыз келгім келмеді. Тау басындағы шағын орындыққа отырып шай ішіп отырғанда, Алинұр гүлтеріге жүгіріп кетті. Бірнеше минуттан кейін қолында кішкентай гүл шоғы бар күйі қайта келді. Аружан апай, мынау сізге. Рахмет құлыным. Бірақ, бұл менің ғана сыйлығым емес, әкемде бергісі келеді. Арман тосылып қалды. Ей, батыр, мен ондай айтқан жоқпын ғой. Алинұр күліп.
Бірақ бергін келеді ғой. Арман мен Аружан бір-біріне қарап күліп жіберді. Арман гүлді қолына алып, онда Алинұрдың айтқаны рас. Қабыл аласыз ба? Аружан гүлді жайлап алды. Қабылдаймын. Кешке үйге қайтар жолда Алинұр көлікте ұйықтап қалды. Арман көлікті баяу жүргізіп келеді. Бір кезде: Аружан, иә? Мен сізге бір нәрсені мойындағым келеді. Тыңдап тұрмын. Бұрын мен күнде жұмыстан кеш қайтатынмын. Үйге келгім келмейтін. Ал қазір кешкісем үйге асығамын. Өйткені бұл үйде мені күтіп отырған адамдар бар. Алинұр және сіз. Аружан үндемеді. Тек жүзінде жылы күлкі пайда болды. Бұл сөздің шынайы екенін ол анық сезді. Үйге келгенде Нұрғали ата бәрін сырттай бақылап отыр екен. Ұлының көзіндегі қуанышты бұрын соңды мұндай анық көрмеген. Ол іштей күлімсіреп: мына қыз менің ұлымды ғана емес, бүкіл әулетті қайта тірілтті деп ойлады. Бірақ дәл сол сәтте ешкім күтпеген оқиға болатын еді. Арманның телефонына белгісіз нөмірден қоңырау түсті. Ол тұтқаны көтергенде арғы жақтан: Арман мырза, кешіріңіз, бірақ сізге өте маңызды жаңалық айтуымыз керек, деген әйел дауысы естілді. Арманның жүзі бірден өзгеріп кетті. Арман телефонды құлағына жақындатты. Тыңдап тұрмын. Арғы жақтан әйелдің дауысы естілді. Арман мырза, мен болашақ балалар орталығынан хабарласып тұрмын. Сіз Алинұрды балалардың республикалық футбол академиясына тіркеген едіңіз ғой? Иә. Құттықтаймын. Ұлыңыз іріктеуден өтті. Келесі айдан бастап арнайы дайындыққа шақырылады. Арман қуанып кетті. Рахмет сізге. Бұл өте жақсы жаңалық екен. Телефонды қойған бойда Алинұрға қарады. Бала ештеңе түсінбей тұр. Әке, не болды? Арман жүгіріп барып ұлын көтеріп алды. Батыр, сен футбол академиясына қабылдандың. Шынымен бе? Иә. Алинұр қуаныштан айқайлап жіберді. Аружан апай, мен өттім. Аружан да баланы құшақтап: мен сенің өтетініңді білгенмін, деді. Кешке үйдің ішінде ерекше көңіл күй болды. Гүлжан апай бауырсақ пісіріп жатыр. Нұрғали ата келіп құттықтады. Алинұр болса тоқтар емес. Әке, мен өскенде Қазақстан құрамасында ойнаймын. Арман күліп: оған дейін көп еңбек ету керек. Етемін. Аружан апай көмектеседі. Бір кезде Алинұр жүгіріп бөлмесіне кетті. Қолында кішкентай қораппен қайта шықты. Әке, мынау анамнан қалған емес. Бұл менің жинаған ақшам. Арман таңырқап қалды. Не үшін? Аружан апайға сыйлық алайық. Өйткені мен бүгінгі қуанышыма ол да себепші. Арманның көзіне жас келді. Балам, сен мұны қайдан үйрендің? Аружан апай айтты. Жақсылық жасаған адамға рахмет айтуды ұмытпа, деді. Арман үнсіз Аружанға қарады. Көрдіңіз бе? Сіз менің балама тек әріп үйреткен жоқсыз. Адам болуды үйреттіңіз. Кешке бәрі тараған соң, ауылда Арман мен Аружан ғана қалды. Самал жел есіп бір. Арман қолындағы шайын үстелге қойды. Аружан, бір нәрсе сұрасам бола ма? Иә. Осы үйге алғаш келген күніміз есіңізде ме? Әрине. Сіз маған бір ретте күлімсіреген жоқсыз. Екеуі де күліп жіберді. Сол кезде мен өзіме бір сөз бергенмін. Ешкімді жүрегіме жолатпаймын деп. Ал қазір? Арман біраз үнсіз тұрды. Сосын баяу ғана: қазір сол уәдемді бұзғаныма өкінбеймін. Аружан жүрегі дүрсілдеп кеткенін сезді. Арман, жоқ, ештеңе демеңіз. Мен бүгін сізден жауап күтпеймін. Тек шындықты айтқым келді. Мен сізді жақсы көрем. Бірақ бұл сөзді сізді қинау үшін емес, жүрегімді жасырып жүруден шаршағаным үшін айтып отырмын. Егер сізге уақыт керек болса, мен күтемін. Бір ай болса да, бір жыл болса да. Аружанның көзіне жас келді. Ол Арманға жақындады. Мен сізден қорықпаймын. Кек бір нәрседен қорқамын. Неден? Алинұр бізге тым қатты үйреніп қалды. Егер бір күні арамызда бірдеңе дұрыс болмай қалса, ең көп қиналатын сол. Сондықтан, егер біз бұл жолды бастасақ, артқа қайтпайтын жол болсын. Арман оның сөзін бөліп жібермеді. Керісінше басын изеді. Мен де дәл соны қалаймын. Мен енді ештеңемен ойнағым келмейді. Сезіммен де, отбасымен де.
Осы сәтте терезеден қарап тұрған Нұрғали ата жымиып қойды. Ақыры ұлымның үйіне күлкі ғана емес, махаббат та қайта оралды. Арман мен Аружан ауда ұзақ үнсіз тұрды. Бұл үнсіздік бұрынғыдай ауыр емес еді. Керісінше, екеуінің де жүрегіне тыныштық сыйлаған үнсіздік болатын. Арада бір ай өтті. Алинұр футбол академиясына барып жүрді. Арман бұрынғыдан да көп уақытын ұлымен өткізетін болды. Ал Аружан әлі де сол үйде жұмысын жалғастырып жүрді. Бірақ енді өзін бөтен адамдай сезінбейтін. Үйдің әр бұрышында өз орны бар екенін байқап жүрді. Бір сенбі күні Арман таңертең ерте. Алинұр, бүгін бір жерге барамыз. Қайда? Сюрприз. Алинұр қуанып кетті. Аружан апайда бара ма? Әрине, онсыз болмайды. Үшеуі қала сыртындағы әдемі көлдің жағасына келді. Дәл осы жерде Арман бұрын кішкентай кезінде әкесімен балық аулайтын. Неге осы жерге келдік? Өйткені бұл жер мен үшін ерекше. Бүгін тағы бір ерекше күн болсын дедім. Нұрғали ата да келді. Раушан апай да шақырылған екен. Аружан таңырқақ қалды. Не болып жатыр? Арман жай ғана күлімсіреді. Алинұр қолына кішкентай қорал ұстап жүгіріп келді. Аружан апай, мынаны әкем сізге бер деді. Арман қорапты алып Аружанның алдына келді. Аружан, мен бұл сөзді көптен бері айтқым келіп жүр. Бірақ асыққым келмеді. Өйткені бұл жолы мен махаббаттан бұрын сенім құрғым келді. Сіз маған қайта күлуге себеп болдыңыз. Ұлыма қайтадан бала болуға көмектестіңіз. Бұл үйге жылулық сыйладыңыз. Мен сізді тек жақсы көріп қана қоймаймын. Мен сізді қатты құрметтеймін. Арман тізерлеп отырды. Қорапты ашты. Ішінде қарапайым, бірақ өте әдемі сақина тұр екен. Аружан, маған жар боласыз ба? Аружан көз жасын тоқтата алмады. Раушан апайдың да көзіне жас келді. Нұрғали ата үнсіз күлімсіреп тұр. Бірнеше секундтан кейін Аружан ақырын ғана «Иә, боламын», деді. Алинұр қуаныштан секіріп кетті. «Ура! Менің енді анам болады!» Ол екеуін қатар құшақтап алды. Арман мен Аружан бір-біріне қарап күліп жіберді. Арман ұлын көтеріп алды. «Жоқ, балам, біз енді үшеуміз ғана емес, бір отбасы болдық». 6 айдан кейін үйде шағын ғана қазақы той өтті. Екі жақтың ең жақын туыстары ғана жиналды. Арман үлкен той жасағысы келген. Бірақ Аружан, бақыттың өлшемі қонақтың санымен емес, адамдардың шынайы қуанышымен өлшенеді деп, қарапайым тойды таңдады. Арман оның шешімін құрметтеді. Уақыт өте берді. Алинұр футболдағы жетістіктерін жалғастырды. Арман бұрынғыдай тек кәсіпкер емес, үлгілі әке атанды. Ал Аружан өзіне ең қымбат екі адамды тапты. Бір күні кешке үшеуі алда шай ішіп отырды. Алинұр кенет күліп: «Әке, есіңде ме? Мен баяғыда Аружан апай кетпесін деп жылағанмын». Арман күліп: «Есімде. Жақсы болған екен. Әйтпесе, менің ең жақсы анам болмас еді». Аружанның көзіне жас келді. Ол Алинұрды құшағына басты. «Рахмет құлыным». Арман аспанға қарап іштей ойлады. Кейде тағдыр сенің өмірінен бір адамды алып кетеді. Бірақ бұл сені жазалау үшін емес. Сенің бақытың болатын адамға орын босату үшін екен. Үшеуі күннің батқанын үнсіз тамашалап отырды. Бұл үйде енді жалғыздық жоқ еді. Бұл үйде енді өкініш жоқ еді. Бұл үйде махаббат, сенім және отбасының жылуы ғана қалды. Осындай жүрекке жылы тиетін, өмірден алынған әсерлі қазақша хикаяларды тыңдағыңыз келсе, арнамызға жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Келесі әсерлі әңгімеде қайта қауышқанша, аман сау болыңыздар. Достар, осы айдың соңына дейін 1000 оқырман жинаймын деп өзіме уәде бергенмін. Каналға жазылып, маған көмектесіп жіберулеріңізді сұраймын. Рахмет.